Шәкәрімді өлтірген кім? Ақын, жазушы, философ, тарихшы, сазгер. Бір өлеңі бір елдің мұрасындай болған Шах-Керім бабамыз шығармашылығымен қатар елдің қоғамдық саяси ісіне белсене араласқан. Елдің көзін ашып көкірегін оятатын азамат коммунистік идеологияның қас жауына айналады. Шәкәрімнің ұлы мен немересі тұтқындалып, мүлкі тәркіленеді. 1931 жылдың қыркүйегінде Семей өңірінде ірі көтеріліс басталады. Оны жаншуға Абзал Қарасартов бастаған НКВД отряды жіберіледі. 1931 жылдың 3 қазанында Шәкәрім Құдайбердіұлы оққа ұшады. Шәкәрімнің өліміне қатысты сан түрлі ақпар бар. Бір анығы, оқ атуға Абзал Қарасартов пәрмен берген. Қарасартов түсініктемесінде оқ атуды Шәкәрімнің өзі бастады деп көрсеткен. Алайда сол өңірдің ең мықты мергені болған Шәкәрім бірінші болып оқ атқан жағдайда жендеттердің аман қалуы екіталай еді. Шәкәрімнің мәйітін НКВД жендеттері тіпті жерлемеген де, жай ғана құдыққа лақтыра салған. 30 жылдай уақыт өтіп, асыл бабамыз ақталғаннан кейін Шәкәрімнің ұлы Ахат әкесінің денесін құдықтан шығарып жерлеген. Шәкәрімнің бір ғана суреті бізге жеткен. Бабамыздың мұрасын өрте деген бұйрық алған Шәукен есімді азамат Шәкәрімнің осы суретін сақтап қалған.